ниша таңдау әдісі. Ниша таңдау әдісі біз икигай таңдаймыз. Ол жапон тілінен аударғанда өмір сүрудің мәні деген мағына береді. Бұл түсінік адамға мамандығын, өмірдегі орны мен мақсатын анықтауға көмегін тигізеді. Яғни зерттеулер икигайы бар адамдар күйзеліске көп түспейтінін және басқаларға қарағанда өздерін бақыттырақ сезініп, жүрек ауруларына аз шалдығатынын анықтады. Яғни өзінің мақсаттары болған үшін, өзінің армандары болған үшін олар аз ауруларға шалдығады. Сондай-ақ икигай пәлсапасын ұстанатындар басқаларға қарағанда ұзағырақ өмір сүреді екен. Яғни осы икигайымызды білсек, сол арқылы өмір сүрсек, біз көбірек бақытты боламыз, өмірден көбірек бір ләззат табамыз, бақыт табамыз деген сөз. Яғни немен біз айналысамыз, сол икигайды анықтау негізі осы кесте арқылы анықталады. Кестеге қарасақ, икигай дегеніміз сіз жақсы көретін және сіздің қолыңыздан келетін, сізге ақша әкелетін және адамзатқа қажет дүниенің ортасы сол икигай болады. Яғни осы суретке қарасақ, мысалы, сіз жақсы көретін іспен адамзатқа керек дүниенің ортасы борыш деп аталады. Яғни сіз адамзатқа қандай, ал сіздің қолыңыздан келетін іспен сізге ақша алып келетін нәрсенің ортасы ол мамандық. Яғни қолыңыздан келетін, ақша келетін және адамзатқа керек іспен айналысыңыз. Бірақ ол істі сіз жақсы көрмесеңіз, сізге жайлы болмаса, сіздің көңіліңіз толмайды. Сондықтан осы икигай әдісі арқылы біз өзімізді жақсы көретін және бізге ақша әкелетін, бақыт әкелетін сондай қызықты жұмыспен айналысу деген сөз. Қарасаңыз, осы суретте міне нені ұнатасыз, соны білуіңіз қажет. Нені жақсы орындайсыз және дүниенің қалауы не? Қандай төлемге ие боласыз? Соны ойланасыз. Және неге қызығасыз? Сіздің мамандығыңыз, кәсібіңіз, сол миссия, сол барлығы осыны ұштастыра отырып, осы икигайымызды біз табамыз. Мысалы, сіз нені ұнатасыз? Мысалы, сіз осы жұмыспен ғана айналыссаңыз, тек қана ұнататын, мысалы, қызығасыз, сіз оған сіздің миссия ретінде көресіз, сіз оны шаттанасыз, кемеленесіз, бірақ байлықсыз, яғни сізде ақша болмайды, міне оның минусы осы. Мысалы, мұнда сіз нені жақсы орындайсыз? Мысалы, оған қызығасыз және мамандығыңыз бар, бірақ сіз бір пайда таппайсыз. Яғни пайдасыз қалған дегенде, пайдасыз сезіну, ол ондай, мысалы, мамандық мысалы өліп қалды, яғни осындай жоқ, ол ондайға ешкім ондай сатып алғысы келмейді. Мысалы, ондай мамандықтың қызметін ешкім алғысы келмейді, ондай бір дәуір кетті, мысалы. Сол үшін ол пайдасыз қалады, яғни қызығады, өз мамандығы бар, бірақ сіз одан пайда сезінбейсіз. Ал мына жақта міне қарасаңыз, дүниенің қалауы не? Және кәсіп, миссия. Яғни осы үш арқылы сіз жұмыс жасайсыз, яғни дүниенің қалауы, мысалы, бір трендовый, мысалы, модный бір мамандықты егері болдыңыз, үйрендіңіз, ол кәсіп болды сізге, бірақ сіз онымен шаттанбайсыз, әсерленбейсіз, сізге ол ұнамайды. Сондықтан сіздің анық
анықтық жоқ. Яғни сіз осы енді мен оқыдым, енді ақша тауып жатырмын, енді не істеймін енді ары қарай, қызықпайсыз ғой. Сондықтан оның келешегі не болады, яғни осындай түрде жұмыс істей беремін, бірақ сондай бір тағы да бір алдына қоятын бір мақсаттарыңыз жоқ. Себебі сіз қызықпадыңыз, тек қана ол мамандық сондай бір модный мамандық болды, сондықтан үйрендім дегендей. Ал мына жақта сіздің бірінші мотивацияңыз ол қандай төлемге ие боласың дегендей ой болған үшін сіз мамандық мысалы аласыз, ең бастан тек қана сол төлемі жақсы болса болды, зарплатасы, айлығы жақсы болсын, сол кәсіппен жұмыс жасаймын дегендей. Бірақ сіз көңіліңіз құлаузылы болады. Ол сізге ақша әкелуі мүмкін, бірақ сіз одан қанағаттанбайсыз және бақытты өзіңізді сезінбейсіз. Яғни қысқаша айтқанда, міне сіз нені ұнатасың деп ойласаңыз, сонымен ғана сондай бір профессия немесе кәсіп таңдасаңыз, оған да бір қателікке ұшырауы мүмкін. Және нені жақсы орындайсыз деп сонымен ғана бір мамандық іздесеңіз, тек қана соны ғана ойласаңыз, сол арқылы сізде оны қателікке бір келуіңіз мүмкін. Және дүниенің қалауыне, яғни дүниеде қандай модный бір мамандықтар бар, соны ғана ойласаңыз, оның да қателігі болады, яғни зардабы болады. Және қандай төлемге ие боласың деп қана ойлап бір мамандық шешсеңіз, ниша таңдаймын десеңіз де соның зардабын көресіз, яғни қателігін көресіз. Сондықтан игикай мен, яғни барлығын ұштастыра, бірақ ортасындағы бір игикайды табу керек. Ол барлығын қамтитын, сіз оны ұнатасыз, және сіз оны жақсы орындайсыз, және оның дүниенің қалауы, яғни ол қазір мысалы ол керек мамандық, сізге сіздің қызметіне жүгінетін адамдар болады, бар ондай адамдар, және сіз төлемге ие боласыз, ақшаңыз болады деген осы барлығы ұштасатын және қызығатын миссия және мамандығыңызды, кәсібіңізді барлығын дөңгелететіндей игикай табуыңыз қажет. Барлығы ұштасатын. Сонда ғана сіз өзіңіз бақытты сезінесіз, ақшаңыз болады және кәсіби түрде өсесіз. Сіз тупикта қалмайсыз, профессионал түрде өсе бересіз. Себебі сіз ол істі жақсы көресіз, жанымен және түсінесіз. Сіз сол іске жақынсыз. Сізге бір мысал айтайын. Мысалы, бір адам, ол өмір жолында машина айдау және көліктер туралы жаңалық оқиды, сондай сүйікті істері, сондай қызық машина жөндеу дегендей, сонымен қызығады, қызықты. Сондықтан оның, яғни қызығатыны бұл көлік жөндеуге. Енді ол осы істі жақсы көреді, яғни нені жақсы орындайсыз? Ол машинаны жақсы, көлікті жақсы жөндейді, және ол ұнатады оны. Нені ұнатасың деген сұраққа, ол ұнатады осы көлік жөндеу туралы оқуды, білуді, үйренуді. Және ол дүниенің қалауы не? Яғни дүниеде ол қалау бар, яғни барлығы машинасын жөндеуге керек. Яғни біреудің машинасы сынса, кімге жүгінеді? Осындай адамдарға жүгінеді. Және қандай төлемге ие боласыз, яғни осыған жақсы ақша табады ол. Сондықтан бұл адам игикайын тапты деп айтуға болады. Яғни ол өзінің ісін жақсы көреді, сол үшін ақша табады, және қызығады, және профессионал түрде өсе береді. Себебі ол соны оқи бергісі келеді, және профессионал түрде өсе береді. Сондай адам өзін жақсы сезінеді. Сондықтан сіз де осы игикайыңызды тапсаңыз, және сол арқылы ақша тапсаңыз, өзіңізді өте жақсы сезінесіз, бақытты сезінесіз, және профессионал түрде өсе бересіз.
игикай арқылы ниша табу. Яғни игикай әдісі арқылы біз нишамызды табамыз. Бірінші біз қағазда алып, мен жақсы көретін нәрселер деп тізбек жазамыз. Сіздің қандай жақсы көретін нәрселеріңіз бар? Сол сіздің бірінші тізбегіңіз болады. Содан кейін осы тізбекті біз үстіне белгілер қойып, іріктеп отырамыз. Яғни соны жасай алсаңыз плюс немесе флажок, жасай алмасаңыз немесе жоқ деп жауап берсеңіз минус немесе крестик. Енді сіз іріктейсіз. Менің қолымнан келетін іс деп екінші іріктеу болады. Менің қолымнан келетін. Мысалы, сіз футбол ойнауды жақсы көресіз деп жазыңыз. Сіздің қолыңыздан келе ме бұл іс? Келсе плюс деп жазасыз, немесе флажок. Келмесе минус, немесе крестик. Тағды домбыра ән айту сіз жақсы көресіз, немесе плюс деп жазасыз, немесе флажок. Келмесе крестик, немесе минус деп жазасыз. Және тағды басқа сол жақсы көретін істеріңізді барлығын солай іріктеп шығасыз. Менің қолымнан келетін іс деп сол сұраққа жауап бере отырам. Содан кейін үшінші іріктеу кетеді. Маған ақша әкелетін іс деп. Яғни осы істеріңіз, сіздің жақсы көретін істеріңіз, сол сізге ақша әкеле ме деп әр тізбекке сұрақ қойып, сіз жауап бере отырасыз да жанына сол жауапты плюс, минус, немесе флажок, немесе крестик арқылы белгілейсіз. Яғни футбол ойнауыңыз сізге ақша әкеле ме? Жоқ, крестик әкеле жазасыз. Мысалы, теледидар қарауды сізге ақша әкеле ме? Жоқ, минус, немесе крестик. Көліктер туралы жаңалық оқу әкеле ме ақша? Жоқ, крестик. Домбыра ән айту, ол уже сіз оны білмесеңіз, мына жақта қолымнан келмейтін іс болса, онда ол әрине сізге мұнда ақша әкелмейді. Оны тағы бір крестик болып кетеді. Мысалы, көлік жөндеу, сіз оны білесіз. Мысалы, менің қолымнан келеді, мына жерде екінші іріктеуде көлік жөндеу міне қолымнан келеді, флажок бар мұнда, сондықтан көлік жөндеу сізге маған ақша әкелетін іске тағы бір флажок әкеледі. Яғни сіздің өзіңіз басқа онда болады. Істеріңіз болса, мысалы, оған плюс деп қоясыз. Содан кейін төртінші іріктеу болады. Ол адамзат пен әлемге керек дүние. Яғни оған спрос бар ма деген сөз ғой қысқаша. Қазіргі спрос бар ма? Оған біреу осындай қызметке немесе сіздің біліміңізге, білетін нәрсеге спрос бар ма? Соған ақша беруге дайын ба дегендей. Мысалы, футбол ойнауы уже кетті. Енді кітап оқу ол сізге ақша әкелмейді, оны біз уже белгіледік. Енді көлік жөндеу сізге ақша әкеле ме? Я, әкеледі. Ол қолыңыздан келеді. Ол сізге ақша әкеледі, және ол әлемге, яғни дүниеге керек нәрсе. Барлығы осы машина жөндету мұқтаждары бар, керек болады. Сондықтан міне көлік жөндеу нишаңыз болып шығады мына жақта. Яғни ол дүниеге керек. Ал басқа нәрселер, мысалы, есеп шығару, домбырадан ән айту, олар керек емес. Яғни ниша жоқ, ол ниша болып табылмайды. Себебі мындай крестиктар көп болды, оны істей алмайсыз. Оны сіз ақшаға айналдыра алмайсыз, және қолыңыздан келмейді. Ақшаға келмейді, және енді ол сіздің жақсы көретін істеріңіз болса да, сондай болып қалады. Яғни соны қорытындылай айтсақ, біз жақсы көретін істерімізді біз іріктейміз. Менің қолымнан келетініс және маған ақша әкелетін іс деп. Сонда біз адамзат пен әлемге керек дүние, яғни спросы бар, оған ақша төлейтіндей бір нишамызды тауып аламыз. Ол көптеген сұрақтарға плюс немесе флажок деген жауап берген. Сондай сіздің бір жақсы көретін ісіңіз болса, сол сіздің нишаңыз болып табылады деген сөз.